2, 3. Көрдіңіз ба? Осы өсетін түрі бар, өспейтін түрі бар. Осын жақсылап қадағалау керек. Достар, баланың басына су жиналған. Содан кейін бала кеш дамып жатыр. Көзі де кеш түскен. Түсінікті ғой да? Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып 5 айлық балаға жасалатын массажды көрсетемін. Яғни 5 айлық болғанда дәрігер назначение берген. Бұл балада черепное давление басқалардан қарағанда кеш дамып жатыр, жай дамып жатыр да. 25 күн сайын примерно 4-5 курс массаж алу керек от души. Ендеше видеомызды бастамай тұрып, лайк басып кетейік видеоға міндетті түрде. Потом төменде қызыл кнопка тұрып подписаться деген. Егер тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Қазақ тіліндегі өте пайдалы ақпараттарды осылай түсіріп отырамыз. Ендеше видеомды жалғастырамыз. Ешқандай монтажсыз ғой достар бізде. Музыка ондай жоқ бізде. Байқаған шығарсыздар. Бір айдан бастап 1 жасқа дейінгі балдарға видео түсірем деген болатынмын. YouTube каналыма әр айға түсіріп келе жатырмын. 5 айға түсірмеген екенмін, соған бүгін 5 айға түсіріп сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Жақсылап жайғасып, видеоның соңына дейін қараймыз, өткізіп жібермей. Аты түсінбей қаласыз. Черепное давление 5 айлық дәрігердің назначениесімен жасап жатырмыз. Бала бірақ ешқандай мазасызданып жыламайды. Просто қатарына кеш дамып жатыр да. Соған массаж көмектеседі. Әдеттегідей мен барлық балаға общий массаж жасаймын. 1 жасқа дейінгі балдардың бәріне общий жасалады. Просто өзінің қосатын әдістері, өзінің қосатын бір фишкалары бар. Бала 5 айында не істеу керек? Мысалы, бала уже 5 айында ішпен смело жату керек. Іспен жатқанда да уже жорғалауға әрекет жасайды. Жорғалайды уже. Еңбектемейді. Жорғалайды да. Артқа жорғалайды, немесе алға жорғалап бастайды уже. Түсініңіз ғой да, уже әрекеті бар. Еңбектеуге әрекет жасайды уже. Солай, осы видеоны достар WhatsApp-тан достарыңызға жүрген группаларға, подружкаларыңызға баласы бар. Пайдамыз тесін. Достар, общий массаж жасаймыз. Таванын, потом осылай саусақтарын, общий бәрін жасайсыздар. Асық. Дізенің үстін қатты баспаймыз, достар. Дізенің үстін қатты баспаймыз. Кішкене айналасын жасасаңыз болады. Қатты баспайсыз. Осылай легкий, осылай істеп етсеңіз болады. Сосын ләжі барынша қолды бір қойыңыз, до конца алмаңыз. Осылай жамбасқа дейін да. 5 айында отырмайды, еңбектемейді бала. 6 айында бастайды негізі. Отырып, еңбектеп 6 айында бастайды. 5 айында сол отырып, еңбектеуге әрекет жасайды уже, әрекет. Түсініңіз ғой да? Достар, балдарыңыздан байқадыңыздар ма, или басқа бір балдардан осындай шығады кейбір балдарға. Гематома деймін, не еді атын. Короче, мынаны бар ғой, ай сайын өлшеп тұру керек. Сантиметр, елеңкі бар ғой. Өсетін түрі бар, мынаның. Өспейтін түрі бар да. Егер өсетін түрі болса, жаңа елеңкімен өлшеп тұру керек та. Өсіп баратса, оны дәрігерлерге қарату керек. Оны операция арқылы алып тастайды. Ал өспейтін түрі өзімен өзі кетіп қалады. Сол үшін үй жағдайында осындай, егер балаңызда болса, елеңкімен өлшеп тұрыңыз ай сайын. Лайк басамыз, достар, видеоға лайк басамыз. Видеоны поделиться етіп, достарыңызбен бөлісіңіз. Так. Аяғына массаж деп боламыз, потом, как всегда, ЛФК. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Қарадың, көрдіңіз ба? До конца ашылып тұр. Аяқ деген осылай спокойно, от души, 180 градусқа ашылып тұру керек, қалыпты жағдайда. Осыны қараңыз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опа! Тізені ұстаймыз. 1. Уже 5 ай, 6 айынан бастап, мынаны до конца апара берсеңіз болады. 1, 2, 3. Бұның пайдасы белі тез қатаяды. Беліне жақсы пайдасы бар да. Беліне ЛФК короче айтқанда бір сөзбен. 1, 2, 3. Уақытысында отыруына сіз көмектесесіз осылай. 1, 2, 3. Менің техникамды уже үйреніп алған шығарсыздар. Бұл не бір нәрсені көрсете береді деп ойлап қалмаңыздар. Мен арасында фишкаларды айтып өтем. Бір нәрсені көрсеткеніммен. Әр айдың өзі фишкалары болады ғой. Бәріне общий массаж жасалады, әңгіме жоқ. 1 жасқа дейін да. Бірақ әр диагнозіне қарай
өз жасалатын әдістері бар. Соны түсініп алыңыздар да. Достар, баланың басына су жиналған. Содан кейін бала кеш дамып жатыр. Көзі де кеш түскен. Түсінікті ода специальный массаж берген, чтобы тез қатарына жетіп алсын, тез қимылдасын, қан айналым жақсарсын деген сияқты. Міне достар, мына жағында да бар. Қараңыз. Көрдіңіз ба? Осы өсетін түрі бар, өспейтін түрі бар. Осын жақсылап қадағалау керек. Әр ай сайын еленкамен өлшеп тұрыңыз. Достар, қайталап айтам. Омыртқаға тиіспейсіз. Әшейін бүйтіп сипаламайсыз. Айналдырып тұрып жасайсыз. Айналдырып тұрып. Жан басын жасайсыз жақсылап. Міне памперс болған екен мен. Дұрыс жасалмайды. Негіз памперс салып тастайсыз. Сосын мына жерін қатты баспайсыз. Міне. Атын не дейтін еді. Короче, бар ғой, майда тамырлар болады да. Бетін ғана. Қатты баспайсыз. Дізенің астын ғой, короче, айтқанда бір сөзбен. Былай істейсіз ғой. Екі жамбасын обязательно ұстап аласыз. Раз. 2. 3. Балаға ешқандай ауырсыну болып отқан жоқ, спокойный жатыр. Массаж жасағанда да чувствуется, сезініп тұрып жасауыңыз керек қой. От души сезініп тұрып. Балаға да приятный болу керек та, сіз жасаған массажыңыз. Біреулер бар енді жатырқайды. Ештеңе істей алмайсың ондай балаларға. Жатырқайды, жақтырмайды. Жасайсың, амал жоқ, жасау керек. Кейбіреулер түсінбейді мамалар. Ауыртып жатсың ба, бір жерінде отырды. Опа. Раз. 2. 3. Достар, қараңыздар, әлі мойнын дұрыс ұстамайды. Көрдіңіздер ғой да, уже 5 айлық, бірақ кеш дамып жатыр да. Басында су болғаннан кейін массаж істейміз. Мойны бір жаққа көп қарайтын болса, мысалы, жақсылап екі жағын уқалайсыз. Қатты баспайсың, елде майда тамырлары бар. Абайлап уқалайсыздар ғой. Егер өзіңізге не уверен болсаңыз, жасамаңыз. Арнайы массаж маманы шақырыңыз үйіңізге. Ойбай, мен айтты екен деп басып уқалап жүрмеңіз. Асықпай, жай істейсіздер ғой. Істей алмайтын болсаңыз, өзіңізге не уверен болсаңыз, жасамай-ақ қойыңыз лучше. Лучше арнайы маманы шақырыңыз. Баланың мойнын істесең, сосын достар, неприятный болады. Жақтырмайды бала мойнын ұстағанды, байқайсыздар ма? Бала мойнын ұстағанды вообще жақтырмайды. Кәс. Кәні бүйтіп жатамыз. Қара уже бір жаққа жақтырмайды да. Балаға неприятный. Жаны кеп жатыр. Көрдің бе? Давай. Раз. 2. Опа. 1. 2. 3. Опа. Чё там, аунаймыз ба? Раз. 2. 3. Жаңа айтқанымдай 5 айлық бала, бірақ әлі аунамайды. Көрдіңіз ғой, кеш дамып жатыр. Ондайға сіз көмектесуіңіз керек. Өзіңіз үй жағдайында. Раз. 3. Раз. 2. 3. 4. 5. Осылай видеоға лайк басаңыз, осы видеоны достарыңызға жіберіңіз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода жолыққанша.